Бұл платформа математик мұғалімнің 100% уақытын үнемдейді. Неге? Себебі барлығы GeoGebra программасы арқылы дайын құрастырылған. Сіз өзіңіз есеп құрастырып әуре болып жүрмейсіз, және де сіз тексермейсіз де. Платформа өзі тексеріп, сізге дұрыс жауабын және де шешу жолдарын береді. Сіз оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын ашып, визуалды түрде интерактивті есептер бере аласыз. Платформа толықтай қазақша. Бүгінгі күнде 4000-ға жуық мұғалім тіркеліп, оның 1/3 өз сабақтарында қолдануда. Сіз көп едергенізді құртпайсыз, оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын ашасыз. Платформа оқушыларыңыздың білім деңгейін көтеруге сізге өте керемет көмекші құрал бола алады. Оқушылардың білімге деген құштарлығын ашуды бүгіннен бастаңыз. Тіркеліңіз және де қолданыңыз. Платформа тіркелу өте қарапайым. Сізге бірінші сілтеме жіберіледі платформаның. Сол кезде осындай бет шығады. Бірінші тіркелу батырмасын басамыз, яғни регистрация басамыз. Осы жерде бірінші атыңызды, фамилияңызды, email почта жазасыз, неге телефон нөмір жазасыз, және неге парольді өзіңіз жасайсыз. 3-ке 4-ті қоссақ 7 болады деп енгіземіз. Сосын тіркелу батырмасын басамыз. Сізге осындай бет шығады. Сол жағында курс деген бөлім бар. Сол жерде сізге бастауыш сыныптың математикасы және де 5-ші сыныптан 11-ші сыныпқа шейін сыныптардың барлығы толық қарастырылған. Енді 7-ші, 8-ші, 9-ші, 11-ші сыныптарда алгебра, геометрия пәндері бірге қарастырылған. Кез келген сыныпқа кіреміз, сол кезде мөлде тақырыптар қарастырылған. Платформаның бірнеше артықшылықтарымен таныстырып өтейін. Платформада сіз суреттерді, анимацияларды жылжытып көре аласыз. Мысалы, бұл жерде нүктелерді ұстап, оңға солға жылжытуға болады. Бұл 3D кеңістіктегі фигура, соны сіз айналдырып, асты үстін толық алты жақты көре аласыз. Және есептердің бұл жерде шешу жолдары болады. Есептердің сандары берілген өлшемге қарай ауысып тұрады автоматом. Сіз оқушыларға визуалды түрде көрнекі түсіндіре аласыз. Және де есептері шексіз, есептерді визуалды түрде көрсетіп, бұның есептің жауабын жазамыз. Бұл жерде жауабы 4-ке тең болады. Тексеру батырмасын басамыз, бізге дұрыс деген белгі береді, және де есептерді жаңа есеп деп басып, шексіз жасауға болады. Біз тақырыпқа байланысты көптеген элементтерді оңай түсіндіре аламыз. Мысалға, центр, радиус, бұл жердегі радиустың артықшылығы біз бұны жылжытып көре аламыз. Және диаметр, міне осылай бұл жерде барлық элементтерді жылжытып, сырғатып көрсетуге болады. Біз диаграммаларды оңай сыза аламыз. Қызылдан 4-еу, сәйкесінше жасылдан 9 деп есептерді көрнекі түрде балаларға қызықты түсіндіреміз. Және есептерді шексіз жасай аламыз. Және тексеру батырмасы бар. Кез келген тақырыпты балаларға қызықты түсіндіруге тырысамыз. Біз оларды жылжыта аламыз шексіз. Және осы арқылы пайызды түсіндіреміз. Оқушылар ойнап отырып сабақ түсінетін болады. Мына жерде машина жарысақ болады. Мұнда қай машина ең жылдам жүретінін табу керек. Бұл функцияның беру тәсіліне байланысты график, кесте, формула және де мәтін бойынша берілген. Тексеру батырмасын басамыз, біз машиналарымыз ойнайтын болады. Есептері шексіз, автоматтандырылған. Сіз тексеріп әуре болмайсыз. Оқушылар жылдамдыққа, шашандыққа үйретеміз, және де біз мынандай ойнаймыз. Жерде оң сандардың теріс сандарды табу керекпіз. Мұнда қайсысын қосқанда оң сан шығатын, үстінен баса отырып, мына өрмекшілерді белгілейтін боламыз. Оқушылар қызығады және де есеп шығаратын болады. Тақтаға барлығы шыққысы келеді. Декарттық қанаттар жүйесін ұшып жүрген ара арқылы біз араны ары-бері жылжытып көре аламыз. Және де балаларға түсіндіреміз. Біз оқушылармен бірге қазына іздейміз. Яғни біз мына 10-5 деген қанаттар жүйесіне барып қазына табу керекпіз. Біз 10-5-ке жылжытып алып барамыз. Бұл оқушыларға өте түсінікті болады. Тексеру батырмасын басамыз, және де бұны біз шексіз жасаймыз. Графиктерді оңай сызамыз, және де оңай тексереміз. Есептердің беру тәсілдері әртүрлі. Тексереміз, барлығы дұрыс. Жаңа есепті басып, оқушыларға балл береміз. Есептерді тексереміз, және де оқушылардың нәтижесін оңай көре аламыз. Мына жерде қаншасы дұрыс болды, қаншасы қате болды, барлығын қарап отырамыз. Біз оқушыға дайын жұмысын көшіруге, яғни ГДЗ-дан көшіруге мүмкіндік бермейміз. Есептерді біз әртүрлі ауыстырамыз, шексіз, және де жауабын бірден тексере аламыз. Оқушыларға қиындығы жоғары деңгейдегі есептерді бере аламыз. С деңгейінің есептерін беріп біз және де оңай тексереміз. Платформада жоғары сыныптарында да ойын есептеріміз бар. Мұнда 4 жемістің бірін таңдау керек боламыз. Мысалға, -3. Міне осылай есептерді біз шексіз жасай аламыз. Және де бұл уақытқа байланысты оқушылар жылдамдыққа жұмыс істейтін болады. Қате берсек, осындай шығады. Біз әр оқушыға уақытпен есеп шығарта аламыз. Мысалы, 4 минут есеп шығарайық. 4 минутта мына жерде есептерді біз жазамыз, 10-ға тең. Тексеру басамыз, дұрыс. Келесі астында неше есеп дұрыс шығарды, неше есеп қате шығарылды деп бізге мәліметтерін барлығын беріп отырады. Айта берсек есеп көп, бұны пайдаланып көрген дұрыс.